Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке. Бүгінгі депутаттық сауалым Қазақстан деген алып мемлекетте қатарынан қалып, ырзығынан қағылып, теңгеден таршылық көрген саланың сөзі. Ол ғылым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда біз қоғамда білімпаздықты дәріптеуге, білім және ғылым саласын дамытуға баса мән беріп келеміз деді. Рас. Себебі қазір дөңгеленген дүниеде ғылымы дамыған елдер ғана топ жарып, экономикасы қарыштап дамып, қажет десеңіз жаңа технология мен адамзатты айға тасуға тырысып жатыр. Ал біздегі жағдай қалай? Қазақта ғылым теңіз, білім қайық деген қанатты сөз бар. Бірақ біздегі бүгінгі байламмен қарасақ, теңізіміз тартылып, қайығымыз қайранға шығып қалды. Себебі отандық ғылымға бөлінетін қаражат жетім қыздың жүгіндей болып тұр. Әлем келесі кезекте ғылымның қай саласында тыңнан түрен саламыз, қай биікті бағындырамыз деп жүргенде, біз ғылымға ақшаны қайдан табамыз деп түбі тесік қалтамызды түрткілеп отырмыз. Содан кейін елден ақылды бастар кетіп жатыр деп сан соғатынымыз және бар. Ғылымға жауаптылардың жалпы ішкі өнімнің кем дегенде 1% ғылыми зерттеулер мен өндіріске жұмсалса деп жақсы сауап айтып жүргеніне талай жылдың жүзі болды. Бірақ айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі жаман дегендей, ғылым жыл сайын тек бюджетке қол жаюға мәжбүр. Биыл республикалық бюджеттен ғылымды қаржыландыруға 204 миллиард теңге қарастырылған. Бұл сума 2025 жылы 242,6 миллиард теңгеге, 2026 жылы 259,5 миллиард теңгеге жетеді. Бір елдің ғылымын аяққа тұрғызып, дамыту үшін бұл қаржы жеткіліксіз. Дегенмен, онсыз да ішер ас киер киімге жарымай, жұмыссыздықтан қиналып жүрген жұрттың аузынан артық ақшаны жырып алу мүмкін емес. Оған ешкімнің құқығы да жоқ. Бұл мәселені шешудің, онсыз да зіл батпан жүктемесі бар бюджетке артық салмақ салмаудың бір тәсілі бар. Ол талап заңда тайға таңба басқандай жазылған. Яки Қазақстанның жерасты байлығын қалағанынша игеріп, қисапсыз қаржы тауып отырған компаниялар соның 1%-ын ғылымды дамытуға беруі тиіс. Заңда солай көрсетілген. Бар болғаны 1% ғана. Бірақ сол талаптың өзін көкпарға салған алып компаниялар ақырында отандық ғылымды бюджетке мөлейтіп қойды. Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің бірінші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер қойнауын пайдаланушылардың өндіріске жұмсайтын қаржысының 1%-ын ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға міндетті инвестиция ретінде құюына айрықша назар аудару қажет. Бұл ретте өндіруші компаниялардың аталған шығындарын орталықтандыруды жалғастыру керек, деді. Алайда қазақтың жеріндегі байлықты барынша қазып отырған жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың сол 1% қаржысын ғылымға жолдап жатқан жөнінде ашық ақпарат жоқ. Ғылымның нақты қай саласына қаржылық қолдау көрсетілгені туралы да анық дерек жоқ. Жер қойнауын пайдаланушы қай компания, ғылымның қайсы саласына қанша ақша салды деген нақты сұраққа салаға жауапты министрлік өкілдерінің де нақты жауап бере алмағанын осы залда бәріміз көрдік. Қазақтың жеріндегі байлықты білгенінше игеріп, қымбатшылықтан зәрезап болған қазақ халқының ғылымын дамытуға ақшасының 1%-ын қимай, заңды тиісінше орындамай отырған компанияларда қатаң тәртіпке шақыратын кез келді. Осы тұрғыда мынадай ұсыныстар бар. Біріншіден, жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың бүгінге дейін ғылымға нақты қанша қаржы бөлгенін, оның қайда жұмсалғанын қатаң тексеру керек. Екінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар ғылымға деп бөлген 1% қаражатқа жасалатын ғылыми жобаларға арнайы ашық байқау жариялануы тиіс. Қай жобаның ұтқаны, оған қанша теңге аударылғаны анық көрсетілуі қажет. Үшінші, 1%-ық межені орындамаған компанияларға заңға сәйкес шара қолдану керек. Төртінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар ғылымға деп бөлген қаржыны орталықтандырудың тетігін іздеу керек. Сол үшін арнайы қор құрып, ғылымды қолдауға арналған қаражаттың барлығы соның қамбасына аударылуы тиіс. Бұл қордың жұмысын тәуелсіз комиссия бақылауы керек. Оның құрамына қоғам белсенділері міндетті түрде кіруі қажет. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтемін. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.